Сәлем достар, бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз артерия вена лимфа жүйесі. Яғни бізде жалпы адамды қанмен қамтамасыз ететін жүйе бұл артерия жүйесі, ал ол қанмен қамтамасыз етіп болғаннан кейін қанды жүрекке қарай айдайтын жүйе бізде вена жүйесі және лимфа жүйесі. Лимфа жүйесінің қанның сұйық бөлігін айдаудан басқа екінші қызметі ол иммунды жүйеге қатысуы. Жалпы иммунды жасушалар артерияның ішінде де, лимфаның ішінде де жүре береді, бірақ иммунды тағы да бір үлкен процестер лимфа түйіндерінің ішінде жүреді. Алдағы уақытта айтамыз ол туралы. Кеттік, артерияны бастаймыз. Артерия ол жүректен шығатын қан тамыр, яғни жүрек оны жоғары қысымды дәрежемен айдайды. Артерия қанын артерия қан тамыры арқылы ары қарай артерия тамыры бүкіл организмді қанмен қамтамасыз етеді. Енді қанды артерияны жүрек қалай айдайды? Ең бірінші, міне жүрекшелерде систола кезеңі болады, яғни жүрекшелерден қарыншаларға қарай қан толады. Жүрекше жиырылған кезде қарыншаға қарай қан толады. Сүтетті қарыншалардың систоласы болған кезде, қарыншалар жиырылған кезде ол бүкіл организмге қарай, яғни аортаға, өкпе сабауына, аорта сойаққа қарай қанды айдайды. Ал одан кейін диастола кезеңі басталады. Диастолада қайтадан жүрек қанға толады. Дәл осылай процесс жалғаса береді. И именно осы процестерге міне мұнда жүрекшеден қарыншаға қанның толып жатқан кезі, яғни ерте систолалық кезең, ерте бірінші фазасы, яғни жүрекшелерде систола болып жатыр. Оған 0,1 секунд кетеді. Қарыншалардың систолалық кезеңіне 0,3 секунд кетеді. Ал жалпы жүректің толу кезеңіне бізде міне 0,4 секунд кетеді. Бірінші фаза жүрекшелердің систоласына арналған, екінші фаза қарыншалардың систоласына арналған. Ол кезде міне мысалға қарыншаларда систола жиырылу болса, жүрекшелер демалып тұрады, қарыншада диастола болса, жүрекшеде систола болады. Үшінші кезең ол 0,4 секундқа созылатын, яғни жүректің жалпы босаңсу кезеңі болып табылады. Екі жүрек бөлігінде де диастолалық кезең. Дәл осындай фракция бойынша қанды айдайды. Енді артериялық қаны барлық тінге бару үшін оның ішінде белгілі бір дәрежеде қысым болу керек. Ол қысымға әсер ететін 3 түрлі жүйе бар. Ол жүректің соғу жиілігі біріншіден, жүрек соқпаса қанның ішінде ешқандай қысым болмайтын еді. Жүректің соғу жиілігі бізде нормада 60-90 деп айтып жатамыз. Ол жүректің жалпы бұлшықеттерінің дұрыс өзін-өзі қанмен қамтамасыз етуі, жүректің дұрыс соғуына байланысты болады. Жүректің соғу жиілігіне әсер ететін тағы да бізде гормондар жүйесі бар. Мысалға, зат алмасуға қатысатын қалқанша без. Қалқанша безде, если бізде проблема болса, мысалға гипертериоз болса, жүрек қатты соғып кетеді, ол да артериялық қан қысымы артуына алып келеді. Гипотериоз болатын болса, ол жүректің жай соғуына алып келеді. Ол кезде брадикардиялық жағдайларда қан қысымының түсіп кетуін көруімізге болады. Міне, жүректің өзіне әсер ететін осындай жүйелер бар. Мысалы, бүйрек үсті безі әсер етіп, жүректе қысым келуі мүмкін, сол сияқты әсерлер. Одан кейін екінші сопротивление, яғни қарсыласу. Бұл кез келген бізде артерияның қабырғасын қарасақ, ол эластикалық өзінің қабырғасынан тұрады. Және де сол эластикалық қабырғасының жиырылғыштық қасиетін көрсететін бізде қабырғасына, қан тамырдың қабырғасына әсер ететін адреналин болып табылады. Адреналин бізде норадреналин екеуі бүйрек үсті безінен бөлінеді. Олар сөйтеді қан тамырдың альфа рецепторларына қарай әсер етіп, қан тамырдың жиырылу процесіне алып келеді. Қан тамырлар қысылған сайын, жиырылған сайын ішінде сопротивление күшейеді. Сопротивление күшейді деген ол жерде артериялық қан қысым күшейіп жатыр деген сөз. Яғни ол процесс мүлде болмай қалса да болмайды. Өйткені мысалға қан тамырда ондай эластикалық қасиет болмаса, ол қанды айдай алмайтын еді. Ол белгілі бір орташа дәрежеде болу керек сопротивление. Одан кейін жалпы қан көлемі бізде адамда 5-6 литр болу керек. Если біз жарақаттық шок алып, бір артериямыз кесіліп кететін болса, ол гиповолемиялық жағдай, яғни қанның азаюы, ал жалпы қан көлемінің кейде көбею кезеңдерде болады. Яғни гиперволемия бұл қандай жағдайда болуы мүмкін?
ойлап көрейік енді, бізге организмге суды тұтынып жатырық. Ол су тұтынған сайын қалай шығады, яғни бүйрек арқылы фильтрацияланып, реабсорбцияланып сыртқа шығады, иә. Ал бүйректе қандай да бір проблема бар. Ол мысалға сыртқа зәрді шығармай жатыр. Себебі натрий алмасуы бұл жерде дұрыс емес. Бізде натрий онкотикалық қысымға жауап беретін және бүйректің шумақшаларында суды ұстап қалатын зат қой. Сондықтан бізде натрий сыртқа шықпаса, бүйректің функциясы бұзылып, ол суды да сыртқа шығармайды. Яғни іште қан қысым артады. Осындай процестерді біз ренин-ангиотензин альдостерон жүйесімен де түсіндіруімізге болады, бүйректің бұзылыстарымен түсіндіруімізге болады, ол алдағы тақырыпта келтіріледі. Жалпы бүйректе осындай проблема болатын болса, бізде жалпы қан көлемі артып, артериялық қан қысымының жоғарылауына алып келуі мүмкін. Ал жарақаттық шок болса, қайтадан керісінше төмен түсуіне мүмкін. Жалпы осы үш нәрсе бізде нормада тұратын болса, артериялық қысым да бізде нормада тұрады. Жалпы артерияның қалай шығатынын білдік, жүректен шығады, белгілі бір қысыммен шығады. Ол қысымды реттеп тұратын үш жүйе бар. Ол туралы бізге өте түсінікті болды. Қай кезеңде жүректен қан шығады, қай кезде жүрекке кеп қан құйылады, оны білдік. Кеттік. Енді ең бірінші міне. Бізде жүректен қарай аорта шықты. Аорта шықпас бұрын алдыңғы сабақта айттым, жүрек эгоист мүше, ең бірінші өзіне қан тамырын алады. Артерия коронария декстра et sinistra. Яғни жүректің оң және сол жақтарын түгелдей бізде қанмен қамтамасыз ететін жүректің өзінің нелері бар, артериялары бар. Одан кейін бізде ол шыққаннан кейін артериялық доға түседі. Бұл доғадан келесі тармақтар шығады. Трункус брахиоцефалис, яғни бұл басқа және қолға, иыққа қарай кететін тармақтары, яғни артерия субклавия декстра, артерия каротидис коммунис декстер. Яғни жалпы ұйқы артериясының оң жақ бөлігі, мына жақта жалпы ұйқы артериясының сол жақ бөлігі бар. Осы екеуі жоғары көтеріліп, басты қанмен қамтамасыз етуге қарай жоғары көтеріліп кетеді. Арнау артерия субклавия декстер мен артерия субклавия синистер бұл екі қол жаққа қарай кетеді да, қол жақтарға. Сөйтіп артерия аксиляриске, артерия брахиалиске қарай жалғасып кететін тармақтар болып табылады. Бұлар қолдың бұлшықеттерін, қолдың сүйектерін қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлар болып табылады. Ал кетті, біз басымыз кетті, қанға толықты, қолымыз кетті, одан кейін аорта доғасы жайлап түсе бастайды. Түсіп, келесі тармақтарын береді. Рамус бронхиалис, яғни бронх тармақтарына беретін тармақтары артерияның. Одан кейін рамус медиастиналис, яғни көкірек аралықтағы ағзаларға, мысалға тимусқа, көкірек аралықтағы ағзаларға беретін тармақтары. Рамус перикардиация, яғни бұл перикардқа беретін тармақтары. Одан кейін рамус эзофагус, яғни ол бізде өңешке беретін тармақтары, яғни өңеш тура осы көкірек аралық ағзалардың қатарына жататын белгілі бір мүше, сондықтан оған да кішігірім тармақтарын беріп өтеді. Одан кейін бұл осының барлығы бізде айтып жатқан бұл көкіректік тармақтар, көкірек қуысындағы тармақтары. Одан кейін интеркосталис posterior, интеркосталис anterior деген тармақтары бар. Олар бізде қабырға аралық бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз ететін тармақтары. Солай артерия френикум, яғни көкетті қанмен қамтамасыз ететін тармақтары бар екен. Көкірек қуысында осындай тармақтарды беріп қанмен қамтамасыз етеді. Енді келесі бізде бұны басқа қарай кетіп атқан тармақтары. Мына бағана айтқан жалпы ұйқы артериясының оң және сол жақтары, мен айтқан келді. Бұл артерия каротидис коммунис, бұл сыртқы және экстерна, интерна болып екіге бөлініп кетеді. Бұның экстернасы сыртқа, яғни бас негізіне кірмейді. Бас негізі
бұлшықеттің ішіне кірмей сыртқа қарай кетеді да. Құлақты, беттің терісін, беттің мимикалық бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етуге бір тармағы кетеді, экстерна деген. Интерна деген бір тармағы кетеді, ол бастың негізіне кіріп кететін тармағы. Яғни артерия каротис коммунис интерна деген тармағы бас негізіне кіріп, бізде келесі Вилизев шеңберін құрауға қатысады. Вилизев шеңберін қандай қан тамырлар құрайды? Енді осы сұрақ. Ең бірінші бізде артерия каротис коммунис келді, екі жақтан декстер синистер болып. Одан бөлек бізде арт жақтан, яғни мынау омыртқа бағанасының бізде форамендері бар еді. Бізде анатомияда сүйекті өткен кезде осындай форамен, бүйір канатиктеріндегі форамендері бар еді. И алдыңғы канатигінде бір форамен бар еді. Солардың барлығынан үш жақтан бізде міне екі мынау екі бүйір жақтан келетін, мынау алдыңғы канатигінен келетін қан тамыры. Осы қан тамырлардың барлығы бірігеді да базилярлы бізде артерияны құрады. Базилярлы артерия бұл прям мидың ортасында орналасып, мидың барлық бөлімдерін қанмен қамтамасыз ету үшін жасалған өте маңызды қан тамыр болып табылады. Миға осындай үлкен қан тамыр берілген неге? Ми всегда бізде қанмен қамтамасыз етіліп тұратын, және де миға оттекті қатты требовать ететін, ең қатты требовать ететін мүше ол осы ми. Мидың бізде жасушалары, яғни нейрондары, нейроциттері уже 10 минуттың ішінде оттек жетіспесе некроздала бастайды. Ол өте шыдамсыз оттекке, қанның сұранысына өте жоғары, қанға деген сұранысы. Сол үшін бұның қанмен қамтамасыз етілуі өте жоғары дәрежеде. И осы базилярлы артериялар, мысалға алдыңғы төменгі мыйшықтық артерия деп аттары беріліп тұр ғой мына жерде. Сол аттары бойынша мысалға базилярлы артерияға кетті, одан кейін барып Вилизев шеңберін құрауға қатысады уже. Міне, омыртқа жақтан келіп тұр, мына бөлігі бағанағы артерия каротис коммунистен келіп тұрған тармақтары. Сөйтті екеуі бірігіп бізде Вилизев шеңберін құрайды. Міне ішкі ұйқы артериясының мынау тармақтары, мынау. Сөйтті осындай Вилизев шеңберін құрайды. Сөйтіп бас негізін дәл осылай шеңбер құру арқылы толықтай қанмен қамтамасыз етеді. Міне бағанағы айтып жатқан көкірек қуысында беретін тармақтары орысша аудармалармен, түсінікті фотомен, міне қабырға аралықтарға беріп жатқан тармақтарын көріп тұрсыздар. Одан кейін көкірек аралағыларға, мынау көкетке беріп жатқан тармақтары көрініп тұр. Одан кейін бізде көкірек қуысына берген тармақтарынан кейін ол құрсақ қуысына түседі. Құрсақ қуысында ол келесі тармақтарын береді. Ең бірінші бізде құрсақ қуысы диафрагмадаге қандай ағза орналасқан, яғни асқазан орналасқан. Асқазан, бауыр, ол жерде бүйрегің бар, көк бауырың бар, соның барлығына келесі тармақтарын береді. Енді ішектер бар, мысалға артерия гепатика, яғни бауырға беретін тармақтары бар. Неге беретін тармақтары бар? Ішектерге беретін тармақтары бар. Оларды біз мезентерика инфериор, артерия мезентерика супериор деп бөліп қарастырамыз. Артерия гастрика антериор, артерия гастрика постериор деп тармақтарын айтамыз. Осы жердегі ішектердің бәрін қанмен қамтамасыз ететін осы мезентерикалық тармақтары, асқазанды қанмен қамтамасыз ететін гастрикалық тармақтары. Одан кейін супрареналис деген тармағы бар, яғни бүйрек үсті безін қанмен қамтамасыз ететін. Артерия реналис бар, бүйректі қанмен қамтамасыз ететін. Тағы сол сияқты тармақтары бар. Осындай құрсақтық тармақтарын беріп болғаннан кейін құрсақ қуысындағы ағзаларға мықын артериясы болып екіге бөлініп, аяқтың, яғни төменгі жақты мүшелердің қанмен қамтамасыз ететін тармақтарын беріп кетеді ары қарай. Яғни бізде мысалға қандай организмге
тармақ барады, сол тармақтың аты тура сол организмнің атауымен аталады, басқа қиындығы жоқ. Одан кейін міне илияка болып мына жаққа кетті, екі жаққа бөлінді, и бізде мына үлкен сүйектің аты не? Феморе, артерия феморалис болады. Бұл өте үлкен бұлшықеттердің тобын құрайтын жер болғандықтан оны терең тармақтары, яғни артерия илияка интерна, артерия илияка терең тармақтар и беткей тармақтар болып бөлінеді. Яғни артерия феморалис суперficialis, артерия феморалис интерна, яғни терең беткей тармақтары болып бөліп қарастырамыз. И мынандай тізе аймағын поплитея, яғни осы жерге поплитеялық тізе аймағындағы тармақтары осы тізенің капсуласын, оның алдыңғы артқы бөліктерінің барлығын толық қанмен қамтамасыз етеді. Одан кейін аяқта екі сүйек тибия мен фибула бар, сол тибия мен фибуланы қанмен қамтамасыз ететін тармақтар бар. И тибияны біз тармақтар екіге бөлінеді, антериор постериор болып, яғни аяқтың алдыңғы бетін қанмен қамтамасыз ететін, аяқтың артқы бетін қанмен қамтамасыз ететін тармақтары. Одан кейін бізде мынау тілерсек аймақтарын қанмен қамтамасыз ететін тармақтары перинея деп аталады. Одан кейін метатарсилер, в общем, аяқтың башпайларын қанмен қамтамасыз ететін артерия дорзалис педис деген тармақтар кетеді мына жаққа қарай. Міне, мына суретте тағы да анығырақ толық көрсетілген. Артерия малярис деген тармақтары бар, осы жерде сүйектерге беретін. Сосын бізде артерия жалпы осылай барлық жүйені қандай мүшені қанмен қамтамасыз етіп отыр, тура сол мүшенің атымен аталып, артерияның өзі немесе артерияның тармақтары ретінде кете береді. Венозды жүйе, бізде артериялық жүйе жүректен басталса, венозды жүйе белгілі бір тіннен басталады. Белгілі бір тіннен керек қан мөлшерін алып шыққаннан кейін ол жүрекке қарай барып, жоғарғы бөлігінен вена кава супериор арқылы, төменгі бөлігінен вена кава инфериор арқылы жүрекке кеп құяды. Міне мұнда вена кава супериор, вена кава инфериор, тура осындай тармақтардан құяды. Сосын бізде вена кава, бізде бас ми негізінде қандай қалың артериялық жүйе болатын болса, сондай қалың веналық жүйе бар. Сол үшін бізде венозды арнайы синустар мида өз орнын алған. Яғни жоғарғы сагитальды синусы, яғни шүйделік синус, оң жақ шүйделік, сол жақ шүйделік синустары бар. Осындай белгілі бір синустары бар. Сол синустарға келіп бізде веналық қан құйылады. Веналық қан тура сол артерия бойымен бізде төмен қарай жылжып отырып, жүрекке қарай құяды. Міне мына тағы да сол толық фотосы көрсетілген. Жалпы бізде бастан, мойнынан, екі қолдан, тұлғадан келетін қанның барлығын вена кава супериор алып келсе, құрсақ қуысынан, аяқтардан келетін қанның барлығын мүшелерден вена кава инфериор алып келеді екен. Венаның ең бір қызық жері бізде мынадай. Вена белгілі бір мүшеге кіріп, қайтадан шыққан кезде, қайтадан тура сол вена күйінде шығатын бір мүше бар. Ол қандай мүше? Ол бізде бауыр. Бауыр, яғни екі рет вена қан фильтрациялайтын мүше ғой, өйткені бауыр. Себебі бізде асқазан ішек жолдарымызда барлық сіңірілген тамақтың барлығы осы вена қанына түседі. Вена қаны ол бауырға қарай барады бірінші, фильтрацияланып, вена кава бауыр венасы арқылы, қақпа вена арқылы кіреді бауырға, сөйтіп бауыр венасы болып яқтан шығады, вена кава инфериормен жүрекке құяды. Жүрекке, яғни фильтрацияланған таза қан барады екен. Өйткені оны бауыр, оған жанашыр, бауыр оны фильтрациялап қара жүрекке береді екен. Жалпы артерия мен вена туралы осындай. Венада қан айтпақшы қалай қозғалады? Мысалы, анада артерияда қысым бар, венада қысым жоқ дедім ғой. Не үшін не істейді? Қозғалады. Қысым вот именно осыда болмаған үшін ең бізде қанның көлемді бөлігі веналарда жатады. Негізі артерияда емес, қанның көп бөлігі венада жатады. И бізде венадан олар қалай жылжиды? Қақпақшалық механизмдер арқылы жылжиды. Яғни бізде венаның каждый бөлігінде бізде клапандар бар. Клапандар жоғары ғана қарай айдатты,
төмен қарай айдатпай регургитацияны болдыртпай жабылып қалады, жоғары қарай айдайды, жабылып қалады, жоғары қарай айдайды, жабылады. Солай төменнен жоғары қарай жұмыс жасайды. Ал если сол қақпақшаларда, клапандарда проблема болатын болса, аяқтың варикоздық аурулары мысалға көріп жүрген болуы мүмкін. Ал жоғарғы жаққа онда клапанның үлкен бір аса маңызды қызметі керек емес, тек бағыттап тұрады жүрекке қарай. Себебі ол қысым арқылы төменнен жоғары оңтүстікке түседі ғой, бірақ төменнен жоғары қарай көтерілу ол өте қиын. Сондықтан онда клапандық жүйенің әсері өте маңызды. Ал кеттік лимфалық жүйе. Лимфа не үшін керек организмге? Ол венаның жұмысын толықтырып тұру үшін керек. Бізде артериялар арқылы тінге қан барғаннан кейін ол қан кері қарай неге қарай? Венаға қарай, артерия қаны венаға қарай, вена қаны айналу керек, тінге кіріп, циклдармен айналып, тін өзінің керек емес заттарын уже венаға алмастырып беріп жатқан кезде, сол тін аралық аймақта, бізде міне тін аралық аймақта белгілі бір заттар венаның саңылауына сыймай өтпей қалып кетуі мүмкін. Оған біз көп су мөлшерін, хеломикрондарды, витаминдерді жатқызылады екенбіз. Тура сондай элементтер, яғни венаға саңылауына сыймай қалған элементтерді жүр деп кім алып кетеді? Бізде лимфа алып кетеді. Яғни лимфада белгілі бір капиллярлардан тұрады. Лимфаның бастамасы капиллярлар. Міне лимфатический капиллярлардан басталады ол, сөйтіп лимфалық сосудтарға айналады ол, яғни қан тамырларға капилляр, одан кейін қан тамыр, одан кейін түйіндерге айналады. Түйіндерден кейін үлкен проток құйындарына айналады, сөйтіп ол венаға келіп құяды. Қазір мен қалай болатынын айтып беремін. Ең бірінші капилляр арқылы, яғни бағанағы сыймай қалған затты тап-таза сұйықтық бар деп айтамыз ғой, лимфаның ішінде сол сұйықтықты өзімен бірге алады. Алғаннан кейін ол как артерия сияқты көлемдегі тамырға айналады. Тамырға айналғаннан кейін оның арасында кейбір остановка сияқты міне түйіндері болады. Ол түйіндердің ішінде не болып жатыр десек, иммунды жасушалардың процесі, иммундық процесс болып жатыр екен бұның ішінде. Қазір айтамын ол туралы. Түйіндер болады. Одан кейін ол түйіндер арқылы тек қана лимфаның ішінде ғана қалып кетпейді ғой, жүреді ғой белгілі бір аймақта лимфа түйіні де. Белгілі ол сұйықтықты бір жерге барып құю керек қой, қаяққа барып құяды? Ол венозный жүйеге барып қосылып құяды. Ол ағыстар міне келесі мына жерде орналасқан. Так, міне G деп белгіленіп тұр ғой. Осы жерге кеп құяды, сосын мына жерге кеп құяды. G, F, яғни кеуделік, оң бөліктік мекендерге барып венаға кеп құяды. Венаға кеп құйғаннан кейін оны вена қайтадан жүрекке кеп апарып тастайды. Жалпы түсіндік қой, капилляр, тамыр, түйін и ағыс. Сонымен венаға қосылып кетіп, оның айналымы осы жерден бітеді. Ол қалай жылжиды? Бұның ішінде насостық жүйе жоқ. Бұның ішінде клапан бар, бірақ клапаны венаға қарағанда әлсізірек, ол тек қана сұйықтықты бағыттап тұрады. Оның жиырылуына негізгі әсер ететін қан тамыр, лимфатический қан тамырдың несі, бұлшықетті қабаты, өзінің бұлшықетті қабаты оған әсер ететін. Одан кейін айналасындағы тіндердің бұлшықеттері, міне айналасындағы тін, соның бұлшықеті жиылса, ол лимфатический сұйықтықты жоғары қарай, төмен қарай жылжиды. И одан кейін оған жиылуына әсер ететін соның қасында қабаттасып жүрген артерияның ішіндегі пульс. Артерияның пульсациясы венаның прям ішіндегі сұйықтықтың жүруіне әсер етеді. Яғни үш түрлі нәрсе әсер етеді екен. Өзінің қан тамыр қабырғасындағы бұлшықет қабаты, қасындағы мүшенің бұлшықетті қабаты, одан кейін қасындағы артерияның пульсациясы. Ішіндегі қақпақша тек қана бағыттап тұрады дедік. Несі түсінікті? Қозғалуы. Одан кейін бізде ағыстарын түсіндік, қандай веналық ағыстары бар екен. Одан кейін бізде түйіндер бар дедім. Түйін ол қандай қызмет атқарады? Ең бірінші түйіндердің ішіне, мысалға, бағанағы тіндегі аймақтарда, тіндерде бізде өлген заттар болуы мүмкін, керексіз қалдық заттар болуы мүмкін, бактерия болуы мүмкін, вирус болуы мүмкін. Солардың барлығы лимфа бойымен тіннен алынып келеді. Осы түйінге келгенде оны түйіндегі жергілікті дендритті клеткалар таниды.
яғни қандай мынау жаңа жасуша, бұл неғып жүр деген сияқты одан ақпарат ала бастайды дендритті клеткалар, макрофагтар, ол сияқтағы жергілікті яғни емес жасушалар ол сияқты. Сөйтеді да оның таныс емес клетка екенін біледі да, оны Т лимфоциттерге айтады, бөлшектеп тастайды да, Т лимфоциттерге айтады. Т лимфоцит сосын оның бөгде екенін танып, сразу Т-хелперлік, Т-киллерлік, Т-супрессорлық механизмдерін ішке қосады да, Т-хелпер 1 бізде Б лимфоциттерді айтады, что бізде осындай бөгде зат жүр деп. Сөйтіп Б лимфоциттер антидене түзе бастайды. Антидене қалай түзіледі? Б лимфоциттердің плазматикалық жасушаларға айналу арқылы түзіледі. Сөйтеді да бізде жедел ағымды инфекция түсетін болса, иммуноглобулин М-нің көбеюін, ал уже 2 апта өтіп кеткен болатын болса, иммуноглобулин G-дің көбеюін, ал аллерген түсетін болса, осы қан тамыр бойымен прям ол кезде иммуноглобулин Е-нің көбеюін көреді екенбіз. Одан кейін түйінде жалпы не процесс болатынын білдік, яғни белгілі бір бактерия келетін болса, оларды жоюшы ең алғашқы тосқауылдық жүйе ғой, мысалға. Любой бір жеріңді кесіп алғаннан кейін ол жерге бір бактерия ма, бір қоқым ба, бірдеңе түсіп кетті, соны келеді да біздің лимфамыз бірінші фильтрациялайды ғой. Фильтрациялап жібереді ең бірінші. Сөйтіп бізде көкбауырдың маңызын айтамыз енді. Көкбауырдың қызыл тіні бар, ақ пульпасы бар, қызыл пульпасы бар. Ақ пульпасы бұл тікелей мынау нелермен, лимфалық ағыстармен байланысқан. Яғни бұл жерде антиденелер бар, Б лимфоциттің антиденелері бар, бұл жерде тура түйінде болған сияқты процесстер болады. Қанды бөгде заттардан фильтрациялап тұратын орган болып табылады. Одан кейін қызыл пульпасы бар. Қызыл пульпасы бұл эритроциттердің моласы, яғни бізде эритроциттер қанның құрамында 120 күн өмір сүргеннен кейін осы көкбауырға бөледі, гемоглобин гем және глобинге бөлінеді, олар ары қарай бауыр, одан кейін тағы да белгілі бір процестермен жоғалады. Соны келесі сабақтарда түсіндіреміз. Енді бізде лимфотендерін ауызда пирогов сақинасын түзеді. Қандай? Мысалға, таңдайын басамыз деп жатамыз ғой. Белгілі бір мысалға ангина болған кезде таңдайын бас деп. Сол қай жерді басады? Осы ауыз қуысында орналасқан бадамшаларды басады екен, негізі оны басуға болмайды. Оның ішіне кәдімгідей үлкен қабыну күресу процесі жатыр. Соны негізі басуға болмайды. Ол просто температураны түсіріп уақытша ғана көрініс беру мүмкін. Бұлардың аттары бар, яғни таңдайлық бөлігі, мұрын жұтқыншақтық бөлігі, түтікті түрі, тілдік түрі, тура осындай, тура сақина сияқты орналасқандықтан бұны пирогов сақинасы деп айтады. Бұлардың барлығында, яғни инфекциялармен, бактериялармен, организмге бөгде деп танылған заттың барлығымен күресетін жүйе ғой. Міне, мына жерде нақты көрсетілген, міне венаға прям көмек беретін нәрсе ғой. Артериядан келген нәрсені вена мен лимфа екеуі бірге алып кетеді ғой. Сөйтеді да вена өз жолымен мысалға әкетіп жатыр. Сөйтеді да оған келіп лимфа өзін инфильтрациялап, тазалап алып барып венаға құяды. Сөйтеді да вена ары қарай жүрекке құяды. Міне, бүгінгі тақырып осы. Лимфа туралы барлығын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Артерия туралы да барлығы түсінікті, оның қысымы, қозғалысы, барлығының қай жақта таралғаны, қалай таралғаны, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып осы. Келесі тақырыпта кездескенше, студент медик. Мен сені өз каналымда күтемін. Каналға тіркеліп, түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып қалдыруыңа болады.